Тұрыңыздар, сот келеді. Отырыңыздар. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 96 бабының 1 бөлім бойынша айыпталушы Арман Құдайбергеновтың қылмыстық ісі қаралады. Бүгінгі сот отырысында Алатау аудандық прокурорының көмекшісі Қайрат Жолтаев, Арман Құдайбергеновтың қорғаушы адвокаты Әлнұр Айтқазиев пен қарсы жақтың адвокаты Марат Бегалиевтер қатысатын болады. Біз кафеде мына қызға қалжыңдасқан болатынбыз. Сол кезде әлгі жігіт келді де бәрімізді ұрып жықты. Сол соққының салдарынан менің досым мерт болды. Бәріне кінәлі мына жігіт. Бұған қосарыңыз бар ма? Жоқ. Отырыңыз. Куәгер Өтепбергенова Құралай. Айта беріңіз. Біз Арман екеуміз 15 майда кешкі салқынмен кафеге барған болатынбыз. Қош келдіңіздер. Саламатсыз ба? Шайғасыңыздар. Кел. Міне меню. Айтпақшы, дәретханаларыңызда. Мына есіктен кірген екен оң жағыңызда. Рахмет. Жаным, сен тапсырыс бере бер. Мен қазір келемін. Че, не веришь, что ли? Иди. Да я тебе отвечаю. Смотри, какая девушка. Ну, давай познакомимся. Девушка, можно присоединиться к вам? Нет, занято. Ого! Смотри, какие агрессивные мы. Красавица, ты такая обиженная. Кто тебя обидел? Я же сказала, занято здесь. Давай лучше познакомимся. Меня Кайра зовут. Очень приятно. А меня Була. Ребята, я со своим парнем, не мешайте, пожалуйста. Да ладно, красавица, давай познакомимся. С нами веселее будет, честно, да, пацаны? Да, Даже? конечно. Давай познакомимся. Жігіттер, салам алейкум, не болды? Кто ты такой? Братан, мен мына қыздың жігіті болам. Жігіті. Да ладно, братишка, ты иди прогуляйся, Қолыңды тарты. Ничего Опа-на. себе! А ну-ка стой! Чё ты крутой? Бізге кедергі болмай жоғындырш. Скорая! Убили! Оған Арманның еш кінәсі жоқ. Өзі құлады. Как это так өзі құлады, а? Как это өзі құлады? Это же его вы убили вдвоем, сволочи, убийцы! Танышталыңыз. Айта беріңіз. Мен бәрін айттым. Қосарыңыз жоқ па? Жоқ. Отыра беріңіз онда. Айыпталушы, сіз өзіңізді кінәлімін деп санайсыз ба? Жоқ. Ағатай, мен ол жігітке саусағымды да тигізген жоқпын. Ол өзі. Да врет он, товарищ судья! Сволочь, я тебя сгною в тюрьме, ты понял, да? Танышталыңыз. Он же убийца! Жалғастыра беріңіз. Сол кезде мен сендерге кетіп қалыңдар деп өтініп едім ғой. Ал сендер не істедіңдер? Сендер кетіп қалдың орнына. Екеуің маған тиісе бастадыңдар ғой.
Қайтыс болған жігіт сендердің арттарыңда тұрып, өзі құлады ғой, соны неге айтпайсыңдар? Ты не угрожай здесь, понял? Ескертемін. Ағатай, мен бұл жерге ешқандай кінәм жоқ. Әділ шешуіңізді сұраймын. Осымен сот мәжілісі бітті. Келесі аптада жалғастырамыз. Айыпталушы, бері шық. Арман, Құлыным, Арман. жарым. Құдайыма, не істеп тұр? Кел. Саламатсыз ба? Сәлематсыз ба? Сізді Гүлия Ниетбековна түстенуге Миланж мейрамханасына шақырады. Гуля? Гүлия. Рахмет. Бара беріңіз. Жаным, менің саған арнайы сыйлығым бар. Бұл екеуміздің шынайы махаббатымыздың белгісі болсын. Арнайы қолдан сақтырттым. Күміс. Күміс? Тұра тұр. Мен сенің мойныңа тағып берейін. Рахмет, жаным. Ой, Серик, дорогой. Амансың ба, Гуля? Привет. Ага. Я тебя поначалу даже не узнала. Өзіңді Прекрасно выглядишь. қол бұрып кетіпсің. Серьезно? Әрине. Садись, дорогой. Рахмет. Воды налейте сюда. Ну как ты? Құдайға шүкір, жүріп жатырмыз. Семья, дети? Отбасы, бала шағам бар. Хорошо, классно. Ну давай тогда за семью. Өзің қалайсың? Как видишь, плохо. Кешір. Да ладно. Өте өкінішті жағдай. Ничего. Слушай, Серик, этот убийца, он детдомовский, да? Я. Ну, конечно. Какое может быть воспитание у детдомовского? Скотина. Убил моего единственного сына. А муж мой умер 5 лет тому назад от инфаркта. Теперь я совершенно одна. Серик, у меня к тебе будет просьба. Қандай? Накажи этого убийцу во всей строгости. Әрине. Қылмыскерді жазалау менің міндетім ғой. Ну, давай тогда за твою профессию. Ой, извини. Да. Гуля Ниетбековна, к вам звонили из корпорации. Срочно вызывают. Прямо сейчас, что ли? Да, прямо сейчас. Хорошо. Скажи, я еду. Хорошо.
Вот так всегда. Ну, хочешь один раз отдохнуть по-человечески, и то не дадут, понимаешь? Вызывают, срочно вызывают. Дела. Ты, извини, как-нибудь в следующий раз давай встретимся. Жарайды. А это тебе рассчитаешься, ладно? Оля, қажет жоқ, Серик. алып кет мынауыңды. Пожалуйста, выполни мою просьбу. Хорошо? Пока. Жанна, өмір деген бір-ақ рет беріледі. Сонда сен Серікті қалай тастап кетпексің? Оның үстіне сенің аяғың ауыр. Қош, оның бәрі ерунда. Қалайша ерунда? Тастамағанда не істеймін оны? Оның үстіне түгі жоқ. Сорлы. Ал мына бала не істемексің? Ол менің балам. Оның үстіне ол жас мені сүйеді. Қымбат-қымбат сыйлықтар сыйлайды. Сен оның машинасын көрген жоқсың ғой. Ал әкесі оның замминистр. Жанна, бізді қалдыршы. Неге келдің? Мен саған айтып едім ғой, келмей енді маған. Жарайды. Солай ақ болсын. Сен мына баланы ойладың ба? Ертеңгі күн не болмақ? Оған сенің басың ауырмасын. Қалай ауырмасын, ол менің балам. Серік, тыңдашы. Мен сенен өтініп сұрайым, келмеші енді мұнда босқа. Қорқасың ба? Ана бай жігітін тастап кетеді деп. Жарайды, сен ұмытуын ұмытамау. Ана баланы қалай ұмытам? Ол сенің балаң емес. Не дедің? Не дедің? Тварь. Саламатсыз ба? Менің сізге бір сұрағым бар еді. Мазандала бермеңіздерші, неме келе бересіздер. Айттым ғой бәрін, жазып бердім. Мен ешнәрсе білмеймін. Сіз қалай көрмейсіз, мұнда адам өліп жатса? Мен сізге тағы да айтам. Мен ешнәрсе білмеймін. Ол кезде мен іште болғам. Болды, келе бермеңіздерші. Сіздер үшін жұмыстан айырылатын жағдайым жоқ. Құралай, қалың қалай? Жақсы, Нұрлан аға. Жұмысың ауыр емес бе? Жоқ, үйреніп қалдым. Байқаймын, өзің пысық қызға ұқсайсың. Рахмет, Нұрлан ағай. Қолдан келгенше тырысып жатырмын. Жарайсың, Құралай. Іске сәт онда. Рахмет, ағай. Хорошо, да. Ну, пускай. Я отправлю к вам человека. Он этим займется. Здравствуйте, Галина Петровна. Хорошо, ладно. До свидания. Можно? Угу. Нурлан, заходи. Нам поступила новая заявка. Ты займись этим. Материалов у нас хватит, не хватит. Ты посмотри. Должно хватить. Ты, пожалуйста, проверь. И вот документы. Посмотри. Ясно. Можно идти? Да, конечно. Хорошо. Құралай, тұра ғой шырағым. Шай дайын бол, тұра ғой. Қазір әсепі.
Құралай келе ғой. О, Асяпа, сіздің болғаныз қандай жақсы? Бәрі дайын, рахат. Менің өстіп жүргеніме де шүкір де. О, не дегеніңіз, Асяпа? Сіз әлі жазылып кетесіз. Арман сізді жақсы хирургтарға көрсетемін. Айналайын, мен қойш, өздерің аман болыңдар. Мен өстіп жүргеніме де тәуба. Операция дейсің. Операцияға көп ақша керек. Ал ол бізде қайдан? Құралай, осы сенің әке-шешең мүлдем жоқ па? Асяпа, білмеймін. Мен туылғанда шешем роддомға тастап кеткен дейді. Шырағым. Мен 18-ге толғанда, Арман, детдомнан кетейік, өз күнімізді өзіміз көрейік деп детдомнан да кеттік. Сосын мына квартираны жалдап, енді некеге отырамыз деп жүргенде жағдай мынандай болып қалды. Балапандарым ау, Құдай алдарыңнан жарылқасын. Келіңіз. Сәлеметсіз аға, қаңыз қалай? Құралай, амансың ба айналайын? Кел отыр. Аға, не жаңалық бар? Официант қызбен сөйлестіңіз бе? Жолықтым. Әзірше қуанарлықтай ештеңе жоқ. Да вы что? Оның аузын байлап қойған сияқты. Жолататын түрі жоқ. Ой, не істейміз аға? Бізде бір қуанатын жағдай бар. Мен бір документ таптым. Ол қандай документ, аға? Ертең Құдай бұйыртса сотты көресің. Ой, әйтеуір бәрі дұрыс болса болды. Меніңше бәрі ойдағыдай болады. Аға, шын айтасыз ба? Рас айтам. Ура! Бәрі дұрыс болса екен. Құрмет сот отырысына төрағалық етуші. Сотталушының әрекетіне қарайтын болсақ, қызғаныштан ызаланып ұрып соққан. Бұл детдомда өскендер кішкене қатыгездеу болады. Қалжыңдасқан үшін осылай ұрып соғуға бола ма? Менің ойымша, мұндай азаматтар қоғам үшін өте қауіпті. Сондықтан да қатаң жазалауыңызды сұраймын. Сот мырза, жәбірленушіге қатысты айғақты документтердің табылуына байланысты істі кейінге қалдыруыңызды сұраймын. Ол қандай құжат? Жәбірленуші бірнеше жылдан бері наркодиспансерде есепте тұрған туралы анықтама. Осы анықтаманы іс құжатқа тіркеуіңізді сұраймын. Прокурор мырза, қарсылығыңыз жоқ па? Қарсы емеспін. Адвокат, сіздің ше? Жоқ, қарсылығым жоқ. Сотталушы. Қарсылығым жоқ. Сот отырысының жалғасы келесі жұмаға қалдырылды. Гүл Аниятбековна. Да. Сот үсті жұма күнге қалдырды. Почему? Что он так долго тянет, а? Аналардың адвокаты Қайраттың наркодиспансерде учетта тұрған туралы анықтама қағаз тауып алды. Сволочь. Ты этого про детдомовского адвоката говоришь? Сол адвокат қой. Придурок, а? Сволочь. Слушай, ты его любым путем найди и приведи ко мне, понял? Түсіндім. Давай, действуй. Жақсы. Блин.
Тоқтай тұрыңдаршы. Ұстап көруге бола ма? Сен мұны қайдан алдың? Анам берді. Анаңның аты кім? Әсия. Әсия? Қайда тұрады? Тілендиев 133. Жарайды, бара беріңдер. Жүр. Алдыға түс. Алло. Здравствуйте. Мне нужен начальник следственного отдела. Я слушаю вас. С вами говорит Гуля Неотбековна от Ермека Муталиева. Помните? Да, конечно. Слушайте, почему вы до сих пор не можете выбить из преступника всю правду, а? Я говорю про детдомовского убийцу. Да, сделаем. Давайте быстрее, чтобы его быстрее по всей строгости судили. Поняли? Конечно, сделаем. Ну все, давайте. Угу. Бар мал мүлкін тастап, қашып келген мұсылмандарға жәрдем етеді. Сол қол үшін созған адамдарға ансар деген ат берілді. Қоя тұр бұл. Көр. Кел бауырым, кел. Иә бауырым, сонымен сот қалай болды? Қуанарлықта ештең жоқ ағасы. Ана қайтыс болған жігіттің шешесі бай дейді. Мені соттатқызу үшін барлық амалдарын істеп жатқан көрінеді. Онда жағдай онша мәз емес екен. Бауырым, таныс тамыр демекші, ақша ұсынып көрмедің бе? Қайдағы таныс, қайдағы ақша? Мен жалғызбын, детдомда өстім ғой. Детдомда дейді? Ничего страшного, братуха. От звонка до звонка сидишь. Эй! Атабаев на выход. Жалғыздың жары Құдай бауырым, сені құтқаратын да, қолдайтын да бір Алла, ала ғой. Ол мені қалай құтқармақ? Алла амалын табады. Баршаңа Алла жар болсын. Рахмет. Құралай жүре бер, мен төлеймін. Жоқ аға, рахмет, өзім төлеймін. Жоқ, өзім төлеймін. Екеуін бірге есептеңіз. Рахмет ағай. Рахмет. Кете беріңіз. Сіздерден 750 теңге. Мінекейіңіз. Астарыңыз дәмді болсын. Құралай, мына жерге отырайық. Асың дәмді болсын. Рахмет аға, сізге де. Құралай. Менің естуімше сенің жігітің қамауда дейді ғой. Иә, Нұрлан аға, қамауда. Жағдайы қалай болып отыр? Жағдайы ма? Жағдайы мәз емес, қиын. Аналар көгер сатып алған көрінеді. Біз не істерімізді білмей отырмыз. Иә, түсінемін әрине. Бүгінде бәрін ақша шешетін заман болды ғой. Иә, солай болып тұр. Нұрлан аға, мен тіпті не істерімді де білмеймін. Құралай,
егер көмек керек болса қысылмағын, маған кел. Бар көмегімді аямаймын. Нұрлан аға, сізге көп рахмет. Сіз сондай жақсы адамсыз. Мінекей, мынау менің визиткам. Хабарласарсың. Жарай ма? Рахмет, Нұрлан аға. Байқаймын, кейінгі кезде сипалақтап қайта стажерге келгіштеп жүр мынау. Ой, сорлы, сүйкімсіз. Қалай олмайды десеңші? Енді қалған осы еді оған. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Телендиева 133 осым екен? Иә. Әсия апай осында тұра ма? Әсия апай анда тұр ғой? Мен болам, Әсия. Сәлеметсіз бе? Айналайын, сот мырза. Арманның еш кінәсі жоқ. Отырыңыз. Ол өзі бір... Айтыңызшы, сіз Арманның туған анасысыз ба? Иә. Оны неге сұрадыңыз? Егерде туған анасы болсаңыз, оның мойнындағы алқаны қайдан алдыңыз? Алқа. Айналайын, сот мырза. Мен сізді түсінбей тұрмын. Менің сұрап отырғаным, мойнындағы алқаны қайдан алдыңыз? Ол өз сондай бір сезімтал жігіт, ол біреуді ұру мүмкін емес, сот мырза. Құдай үшін айтыңызшы, сіз оны құтқарғыңыз келе ме, жоқ па? Әрине. Ендеше ештеңені бүкпей, жасырмай, түгелде шындықты айтуға тиіссіз. Бұл өзі бақытсыз болып туылды, сорлы бала. Мен жемпейді бітірген соң тұрмысқа шықтым. Бала көтеріп, босану үшін 5-ші роддомға кеп жатқан. Екеуміздің қуанышымызда шек жоқ еді. Бірақ менің қуанышым көпке ұзамады. Бала өлі туылды. Содан врачтар енді бала көтер алмайсыз деді. Сонда қасымда бір әйел жатты. Мен енді перзент сүйе алмайтыныма өкініп жыласам, қасымдағы әйел балалы болғанына өкініп жылады. Сіз неге жылап жатырсыз? Аман есен босандыңыз ғой. Құрсын, бұл бала менің бақытын байлап отыр. Қалайша? Бұның әкесі сорлы кедей, қазіргі болашақ күйеуім өте бай, дәулет адам. Ол құрт мынаның көзін немесе саған үйленбеймін деп отыр. О, тоба. Ондай болса, балаңызды маған беріңізші. Мен асырап алайын. Сіз шынымен аласыз ба? Әрине, беріңізші маған. Сіз мені құтқардыңыз. Мынаны да алыңыз. Мұны осының әкесі берген. Өскенде мойнына тағып қоярсыз. Сөйтіп, менің арманым орындалып, баланың атын Арман деп қойдым. Түсінікті. Ол келіншектің аты Гуля болатын. Сіз оны қайдан білесіз? Қалай білмейін. Өйткені ол менің балам. Рас па? Рас. Сот мырза, шыңызды айтып тұрсыз ба? Әрине шын. Арманның әкесі сіз ба? Иә. Сабырлы болыңыз. Енді сізге сабырлы болу керек, және бұл туралы ешкім білмейтін болсын, жарай ма?
Маған мұнан айтыңызшы. Арманды неге детдомға тапсырдыңыз? Арман екке толған кезі күйеуім бала үшеуміз елге барып қайтайық деп жолға шықтық. Қамықпаңыз. Содан жолда аварияға түстік. Күйеуім сол жерде көз жұмды. Қиын болған екен. Сол жол апатынан мүгедек болып қалдым. Содан 7 жылдай төсек тартып, Арманды. Түсінікті. Білсеңіз, Арманды сотқа беріп жатқан өзінің шешесі. О, қалай? Тағдыр солай болды. Егер ол оның өзінің шешесі болса, о неге айтпаймыз? Айтамыз. Бәрінің де өз уақыты келеді, сонда айтамыз. Құдайым-ау, көмектесе көр. Жарайды, мен жүрейін. Сот мырза, мен кешіріңіз, үйге кіріп шай ішсеңізші. Рахмет. Тек сізден өтінерім, бұл әңгіме туралы... Жоқ. Жарайды. Сау болыңыз. Жақсы. Құдайым-ау. Арманыма Құдай қарасайын деді. Тәуба. Шығар. Бара бер. Ал, кінәңді өз еркімен мойындайсың ба? Аға, мен ешқандай кінәм жоқ. Еш кінәм жоқ. Бастапқыда бәрің өстейсіңдер. Мойындайсың ба? Аға, мен ешқандай кінәм жоқ. Енді дұрыс болды. Баяғыдан өсімейсің бе? Ағатай, қоя тұрыңызшы. Ағатай! Аға, бұлар іздемесіп жатырсыз! Жалт етеді бір үміт тайып беріп, жалынамын жанымдай жайып көріп, қаным сыймай барады арнасына, қосылғандай іреке жайық келіп. Жарығым-ай, тұман торлап жүзіңе қалғаным-ай, деуші еді ғой жалғыздың жарығыдай, неге таси береді қаным одай, жарығым-ай. Қосылғанда екі өзен тасығанда,
Алмаймын жағаға асыламда, шыңыраудан шыға алмай шыдам кетіп, тағдырыма шынымен бас ұрам ба. Жарығым-ай, тұман торлап жүзіңе қалғаным-ай, деуші еді ғой жалғыздың жары құдай. Неге таси береді қаным одай, жарығым-ай. Сәлем. Сәлем. Бос па? Я бос. Да. Гуля Нетбековна, мына кісі дедом баласының адвокаты. Очень рада вас видеть. Гуля Нетбековна. Саламатсыз ба? Проходите, садитесь. Свободен. Господин адвокат, давайте сразу к делу, да? Я понимаю. Вы профессионал своего дела. Детдомовский мальчик, которого вы защищаете. Хорошо вам платят? Жоқ маған, мемлекеттің бюджетінен төленеді. Госбюджет? Иә. И что, хватает? Құдайға шүкір өмір сүруіме жетеді. Вы знаете, хочу вам сделать предложение. Я вам заплачу намного больше. Но преступник должен сидеть в тюрьме. Понимаете, в тюрьме. А вдруг он еще кого-нибудь убьет, а? Извините, я вас не понял. А что я должен делать? Как раз таки ничего. Ничего. Понимаете? Надо просто сидеть и ничего не делать. И раскапывать не надо. А это вам. За работу. Аванс. Берите. Берите, берите. Не стесняйтесь, берите. Теперь понятно. Ага. Ну и отлично. Ну и договорились. Как люблю я понятливых людей, а? Ага. Если что, обращайтесь. Алмат! Проводи господина адвоката. До свидания. Жақсы. Приходите. Құралай, ау апа, пирожкиіңді көбірек пісіре бер. Ана түрмеде қай бір тамақ дейсің. жарайды апа. Арман картошкамен жасалған пирожкиді жақсы көреді. Ой апа, мен де жақсы көрем ғой картошкамен. Онда көбірек пісіре бер, мен де жақсы көрем. Бәріміз бір тойып жейік. Мама. Мама деген келсе, мама дей бер. Мен өмірімде ешкімді мама деп көрмеген. Мама дейінші сізді. Айта ғой жаным. Мама. Келе ғой, кел. Сабағыңды оқыдың ба? Оқыдым. Әкелерің келді ғой, көрш. Әкем ғой келген. Әке! Тамағыңды ішіп болсаң, жата ғой. Әкең шаршап келді ғой деймін.
Не болды? Мазаң жоқ қой. Тамақ ішесің бе? Шынымен де, саған не болды? Өз-өзіңе ұқсамайсың ғой. Шарап алып кеш. Сосын бәрінде түсінесің. Шарап? Жарайды. Сен көп уайымдай берме. Бәрі де дұрыс болады. Ол мені кедейсің деп мазақ етті. Ол баланы ойлап тұрған жоқ. Енді ол бала өз әкесін бұл өмірде білмей кетеді. Ертең бала ері жеткеннен кейін өз-ақ өз әкесін тауып алады. Қайдан табады ол? Қайдан табады? Ол білмей кетеді мені бұл өмірден. Тыныштық па? Айтсайшы енді. Не болды? Есіңде ме? Студент кезімізде Гүле деген қызбен... Иә. Оны неге сұрадың? Сол екеуміздің арамызда бала болған еді ғой. Ол туған кезде шетінеп кетті деп айтып еді ғой. Шетінемепті. Аман есен босаныпты. Солай ма? Сол баланың тағдыры қазір қыл үстінде тұр. Қудалап жүрген өзінің шешесі. Не дейді? Ол бала қайда екен? Түрмеде отыр. Астапыралла. Тоқта. Жүр. Кристине. Арман. Құралай. Арман, қалайсың? Жақсы. Өздерің қалайсың? Жақсы, жаман емес. Аман болай. Жақсы. Саған сәлем айтып жатыр. Саламат болсын. Арман, саған не болған? Мазаң жоқ қой. Жаныма менде қайдағы маза. Бәрі бітті. Түсінбедім, Арман. Қорқытпашы олай. Қорқытын еш нәрсе қалмады. Не болды, Арман? Жен. Арман, мен сені қатты сағындым. Осының бәрі тезірек бітсе екен. Құралай. Барсат! Бер алып кел! Көтер! Ана! Кета, бол. Ана!
О, бәрекелді. Арман. Рахмет. О, жаным. О, балапаным, жұмысың қалай? Жаман емес. Швейный фабрикаға жұмысқа орналастым. Бәрекелді. Енді көп ұзамай некеге тұратын боламыз. Жаным, ешқандай қиындыққа қарамастан мен сені бақыт етем. Рас. Мен сені бақыт етем. Арман. Арман. Саған не болған? Есіңде мен саған уәде бергенім. Еш қиындыққа қарамастан мен сені бақытты болам дегенің есіңде ме? Әрине есімде жаным. Сол уәдем бекер болды. Түсінбедім, Арман. Саған не болды? Мен сотталатын болдым. Арман, сен деп тұрсың, өтірік қой. Арман. Арман, сен өтірік айтып тұрсың ғой, я, Арман. Сен өте әдемісің, сұлусың. Әрі жатсың. Сен мені күтпей-ақ қой. Арман, неге олай дейсің, Арман? Өміріңді қорлама. Арман. Өз бақытыңды ізде. Неге олай дейсің, Арман? Мен өлтірдім деп қол қойып қойдым. Арман, сен өлтірген жоқсың ғой, неге қол қоясың, Арман? Сен кінәлі емессің ғой, Арман. Мені мәжбүрледі. Қалай, Арман, сен кінәлі емессің ғой? Арман. Кешір мені, құралай. Арман, сен кінәлі емессің ғой. Арман, қалайша бұл? Арман. Арман. Арман, сен не деп тұрсың, Арман? Уақыт бол. Арман. Арман, сен не деп тұрсың, Арман? Арман, неге Арман, сен кінәлі емессің ғой? Арман, кінәлі емессің ғой. Уақыт, тағдыр бізге оңнан қарамады. Арман, кетпе. Сағыныштан жанарға толған көз жасыңды көруде арман өткен күннен елес боп қалған. Шақ дейсіз ба? Ендеше былай қыламыз онда. Аға, мен Арманмен жаңа ғана кездестім. Қалай екен? Өлтірдім деп қол қойып берді. Неге? Білмеймін, аға, ұрып соқты, мәжбүрледі дейді. Аға, өтінем, көмектесіңізші. Ереке шығатырмыш. Енді мен не істеймін, аға, көмектесіңізші. Сабрет айналайын. Аға, өтінем, көмектесіңізші. Жылама, отыр. Аға, өтінем, көмектесіңізші. Сабрет айналайын, мен бұл істі аяқсыз қалдырмайым. Мә, кішкене су ішші. Жылама. Мен қазір қалалық сот, міне, қалалық прокуратураға хат жазам. Жылама. Мен бұл істі аяқсыз қалдырмайым. Аға, егер Арман сотталып кетсе, мен қайда барамын? Біз онdan өз еркімізбен кеттік қой, аға. Егер ол сотталса, мен далада қаламын ғой, аға, өтінем, көмектесіңізші. Жылама айналайын. Енді мені қайтып қабылдамайды ғой, онда, аға, өтінем, көмектесіңізші. Бұны атасы көрдіңіз? Мен саған қазір фокус көрдістем. Көрдің бе? Жоқ, жаптым. Қай қолды? Мұнда. Ендеше мұнда. Та-да-да-дам. Маған ба?
Әрине, жаным ау. Құралай, біздің махаббатымыз мына алтын сияқты таза болсын. Сәлеметсіз бе, сот мырза? Сәлеметсіз бе. Мен Арман Құдайбергеновтың қалыңдығы едім. Оның еш кінәсі жоқ. Өтінем аға, көмектесіңізші. Біздің ешкіміміз жоқ. Білем. Бар үйіңе қайт. Тыңдаңызшы аға, оның еш кінәсі жоқ. Тоқтаңызшы аға. Бізде бар. Бізде бар. Не бар? Өтінем, алыңызшы. Мұның не? Сыйлық. Кәне барыңыз үйіңізге. Не болды сізге? Не болды? Қызым ау, не болды? Басыңызды көтеріңізші. Скорыйды шақырыңыздаршы, скорый! Ну как она? Уже лучше. Қалайсың қазір? Жақсы. Қорқатын ештеңе жоқ. Қан қысымы орнына түсті. Бәрі жақсы. Саған уайымдауға және ауыр көтеруге болмайды. Өйткені сен бала күтіп отырсың. Бала? Иә, бала. Тұрмай, дедім ғой саған, жібер мені. Жібер. Етеспе. Не? Кет дедім мен саған. Енді бұл қыз атысушы болмақтың ба? Көреміз әлі. Құралай, енді мен сені қорғап жүремін. Онда тербет. Жарайды. Арман, осы сен айтшы, өскен кезде кім болғың келеді? Мен ба? Өскенде саған үйленем. Құралай, мен сені сүйем. Келешекте біздің баламыз болып, әлі бақытты өмір сүреміз. Алло, сәлеметсіз, Нұрлан аға. Бұл мен ғой, Құралай. Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Нұрлан аға, сіздің көмегіңіз керек болып тұр маған. Иә, жақсы онда. Аға, жақсы. Ай бауырым, ай, қол қойып қойған дұрыс болмады.
Ай, мүмкін сотта басқаша дәлелдеп көрерсің. Мені ғой шағасы. Ана құралайым не болып жатыр екен? Қызың ба не? Иә, жап-жас. Сен оған уайымдама, ол басқа біреу тауып болады. Ол ондай емес. Да все они такие. Басында өлем, сүйем, күйем дейді да, на самом деле они все проститутки. Да пошел ты! Ты че, сука, детомский, Кончайте, Следите за базаром. Сырларын білгізбеген, біз құлпырған гүлміз деген жігіттерге арман болып қол жеткізбек. Иә, Құралай, шаруамды айтып отыр. Шаруам аз емес, өзіңіз білесіз ғой. Аналар ақша беріп сатып алып жатқан көрінеді. Соған мен де дайыршыларға ақша ұсынсам деп едім. Ал егер ол келсе, Арманға да жеңілдірек болар еді. Нұрлан аға, сізден қарызға ақша сұрайын деп едім. Нұрлан аға, $1000 бере тұрасыз ба? $1000? Әрине, ол мәселені шешеміз ғой. Рахмет сізге, Нұрлан аға. Бұл қарыздарымнан да құтыларым жайлап. Кел онда, мына шараптан алып қояйық. Аға, мен ішпеймін ғой. Жақсылық үшін аздап ішуге болады ғой. Жоқ, Нұрлан аға, маған болмайды. Кел, енді соғыстырайық. Ендеше Құралай, ертең әлгі даяш қызбен сөйлесіп көр. Ал мен қалалық соттағы танысымен сөйлесіп көрейін. Нұрлан ағай, қалалық соттарда таныстарыңыз бар ма? Бар ғой, әрине. Өтінемін сізден, сөйлесіп көріңізші, Нұрлан аға. Арманды құтқару керек, оның еш кінәсі жоқ. Дұрыс айтасың. Арманды құтқару керек. Кел ендеше, осы досты Арман үшін алып қояйық. Рахмет сізге, Нұрлан аға. Тамақ ал. Құралай, егерде сен біреуді тауып алсаң, мен саған ренжімеймін. Өйткені мен сені бақыт ете алмадым. Жүр, Құралай, кір. Біз Арманды қалайда құтқаруымыз керек. Мұна мен тұрғанда сен ештеңеге уайымдама, жүр. Аға, мен осында тұра тұрайын сізді күтіп. Жоқ, Құралай, мен мынандай әдемі сұлу қызды далада қалай қалдырам? Жоқ, жүр кірейік. Сен о жағынан қам жеме, үйге кірейік. Төрлет. Қысылма, кіре бер. Жоғары шық. Жүр, Құралай, кір. Ал, Құралай, кел, төрлет. Құралай, сен мұнда отыра тұр, мен саған жақсылап кофе дайындайын. Жоқ, аға, рахмет. Жоқ. Құралай, сен ұялма. Құралай, сен қысылма, Құралай. Мен Құралай, шынын айтсам, бұл күнді қанша күттім, Құралай. Аға, сіз не істеп тұрсыз? Аға, не істеп тұрсыз деп, жіберіңіз мені. Жіберіңіз, подонок, сволочь. Қаншық, $1000 алғың келеді. Төсекке жатқың келмейді, ә? Мен саған көрсетемін. Жіберіңіз, аға, мен жіберіңіз. Аға, не істеп тұрсыз? Жіберіңіз, аға, түспеңізші өтінем. Аға, жіберіңіз, сволочь, подонок. Оңбаған, жіберіңіз. Не болды? Жайға жаман түс көрдім.
Қазір. Міне, $200. Қалған сосын көреміз. Күнім бәріне дейді бірақтан жалған дүние оны жылатпа аққанаты сынған арман шағалар қанатын қаға алмай қалған жағада көнем бәріне дейді жалған дүние. Құралай, қайда жүрсің жаным ау? Сен кешкенге мен уайымдап. Достарыммен отырып қалдым. Біреулер ренжітті ме? Даусында діріл бар ғой жаным ау. Жоқ, мама. Қасымда арман болмаған соң көңілім босап. Бізді өстіп қойды ғой. Құдайым ау. Сәлеметсіз бе, не қалайсыз? Міне меню. Сәлеметсіз бе? Мен сізге келдім. Мен сіздерге айттым ғой, неге келе бересіздер? Келе бермеңдер, шаршаттыңдар ғой адамды. Мен сіз түсінем. Немене түсінсе келе бересің? Құрбым, сенен басқа ешкім көмектесе алмайды бізге. Өтінем, ертең сотта келіп бар шындықты айтып берші. Арманды 10 жылға сотта қала жатыр. Өтінем сенен. Мынаны алшы. Немене, осы $200 мен осындай тірлікті бітірем деп ойлап тұрсың ба? Құрбым, бар тапқаным осы. Сендер сияқтылар мына жерде былай. Сонымен әрқайсың арттарын жауып жүреді екен ғой $200-ға. Ей, мені кім ойлайды сонда? Әкесі өскен жетіммін мен. Әкесі дейсіз бе? Ал менің ешкімім жоқ. Мен детдомда өстім. Әке-шешенің кім екенін де білмеймін. Жалғыз арман еді бақытым. Оны да сотта қалып жатыр. Оның үстіне аяғым да ауыр. Өмір әділетсіз екен. Менің басыма түскен ауырлық сіздің басыңызға түспей-ақ қойсын. Өтінем, тек қана сотта бар шындықты айтып берсеңіз болды. Көмектесіңізші. Құрметті сот мырза, айыпталушы өз еркімен кінәсін мойындауына байланысты қасақана кісі өлтірген үшін қатаң режимде 20 жыл бас бостандығынан айыруыңызды сұраймын. Айыпталушы, кінәңізді өз еркіңізбен мойындадыңыз ба? Жоқ. Маған қысымша салып, ұрып соғып күш көрсетілді. Мен ол кезде ес-түсімді білгенім жоқ. Сот мырза, тыңдамаңыз, бұлар айта береді. Отырыңыз. Тағы кімнің не айтары бар? Менің айтарым бар. Сот мырза, мен Ақпанова Әсел. Сол кафеде даяшы болып жұмыс істеймін. Мына сотталушы Арманға байланысты оқиғаның куәгерімін. 15 мамыр күні мен сағат 6:30-дарда жұмыста болатынмын. Сол уақытта мына қызбен мына сотталушы жігіт екеуі келген болатын біздің кафеге. Ал қайтыс болған жігіттің артта отырған екі досы үшеуі бірге келген. Әрине, әдеттегідей ішіп алған. Олар бізге жиі ішіп келетін. Сөйтіп, елдің мазасын алатын. Дәл сол күні олар мына қызбен жігітке де өздері бірінші тиіскен. Сотталушы бала кінәлі емес. Сіз алғашқы түсінікті мүлде басқаша бербедіңіз ғой.
Дұрыс айтасыз. Мен олар қорқытты. Құртамыз деді. Әкесіз өсіп, өмірдің қиыншылығын мен көрдім бе десем, мыналардың тас жетім детдомда өскендігін білгенде жай жата алмадым. Құрсын, бүйтіп жетімге қиянат жасағанша өлгенім артық деп әдейі ел. Сот мырза, бұның айтқанына сенбеңіз. Бұл кісінің айтқанының бәрі жалған. Тыныш. Қабылданбайды. Айта беріңіз. Сот мырза, сотталушы жігіттің еш кінәсі жоқ. Қайтыс болған жігіт өзі құлады. Мен айтып болдым. Отырыңыз. Айналайын. Сот үкім шығару үшін кеңесу бөлмесіне кетеді. Сәлеметсіз бе? Тұрыңыздар, сот келеді. Тұра ғой, тұра ғой. Қазақстан Республикасы атынан үкім етем. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 96 бабының 1 бөлімі бойынша айыпталушы Азамат Арман Құдайбергеновтың қылмысы дәлелденбеген үшін қылмыстық іс тоқтатылып, айыпталушы сот залынан босатылсын. Егер жәбірленуші жақ сот үкіміне қанағаттанбаса, 15 күннің ішінде жоғарғы сотқа арыздануларына болады. Біз бұл үкімге келіспейміз. Мен міндетті түрде шағымданамын. Айыпталушы, бер шық. Құлыным ал, құлыным ал. Жарығым менің, айналайын. Жаным ал, жаным. Болды, жаным, жыламаш. Жыламақтар, жыламақтар. Бер ақтабала, бер оғызлар, жыламаш, жарым. Кетейікші, Арман. Жаным ал, жаным. Құралай, болды дейм, жыламаш. Бәрі артты. Жүр, болды, болды. Анашым, кетейікші бұл жерден. Алло, Гуля Нетбековна. Да. Жағдай мәз емес. В чем дело? Детдомский баланы босатып жіберді. Чего? Прям зал сотынан босатып жіберді. Что, он охренел, что ли? Я спрашиваю, он охренел? Білмедім. Лежи, я сейчас подойду. Сука, я сейчас им покажу. Бәрі дұрыс болады енді құлында. Кешірші мені құрбым, мен сендердің мұндай халде екендеріңді білген жоқпын. Жоқ, рахмет сізге, көп рахмет. Сіз болмағанда біздің жағдайымыз не боларын білмеймін. Керек емес, алыңыздар. Ала ғой жаным, ала ғой, ол сенікі. Ала беріңіз, алыңыздар. Сіз болмағанда мен сотталып кетер едім. Рахмет сізге. Маған ыңғайсыз, алыңыз. Сізге көп рахмет. Ася апай, келіңіздер, отырыңыздар. Жоқ, бізге такси керек емес. Қалқам, отырыңдар, Құралай, жүр. Есікті аш. Қазір. Отырыңыз. Құралай, сен мұнда отыр. Бісміллә. Сау болыңыз. Әкел. Слушай, ты, Серик, ты что, свихнулся, да?
Ты что, его освободила, а? Ты мне мстишь, Гуля. да? Ты неудачник, твою мать. Тоқтасаңшы. Чё подожди? Ты неудачник. Тыңдашы. Ол сенің ұлың. Чего? Слушай, ты, вонючий судья, ты что говоришь, а? Ол біздің ұлымыз. Чего? Какой же сын, а? Ты что, рехнулся? Мен асырап алған анасында болдым. Ол кісі маған бәріне түсіндіріп айтты. Ол біздің ұлымыз. Баяғыда сен оны шетінеп кетті деп мені алдаған болатынсың. Шетінеме етті. Тірі екен. Бәрде өтірік екен. Ол тірі. Қазір күт. Біз саған бәріміз бірге барамыз. Чего? Ужас. Кошмар, а? Жандарым ай. Айтпақшы, сенің жұмысың қалай? Жұмыстан кет қалған мен. Неге? Ұнамайды ол жұмыс маған. Ұнамайды. Іштеме жоқ. Біз басқа жұмыс табамыз, я? Мам, біз мұнда не қып тұрмыз? Қазір, кішкене шыдаңдар, кішкене. Аға, барлығы машинада. Жарайды, мұна көлікке сен отыр. Сәлеметсіз. Қалыңыз қалай? Құдайға шүкір. Аға, әділ шешіміңізге рахмет. Яяғы сізге көп рахмет. Жарайды, жүрейік ендеше. Мама, біз қайда бара жатырмыз? Қазір балам, қазір. Бәрін түсінесіңдер. Открывай. Кто там? Мы Гуля Ниетбековне. Что за цирк? А? Мынау есіңде ме? И что? Мүмкін есіңе түсер, анықтап қарасаңшы. Құрбым, мен сізді таныдым. Есіңізде ме? Мен сол Асиямын ғой. Есіңізде ме? Осыдан 20 жыл өтті. 5-ші роддомда мен сол Асиямын ғой. Сұранам сізден, құтқарыңызшы, соттатқызбаңызшы арманымды. Мама. Сіз анасыз ғой. Сіз ғой осының туған анасы. Мама, не деп тұрсыз? Кешір жаным. Осы күнге дейін айтпап едім саған. Мына кісі сенің туған анаң.
Ал мына кісі сот мырза, сенің туған әкең. Ұлым, кешірші мені. Өтінем сіне, кешірші мені. Байлық үшін тастағаным рас. Кінәлімін мен бәріне. Я, менде қазір бәрі бар. Қайсыңда қаласаң осында қожайын болып қал. Бала, кешірші, мен кінәлімін, сенді қалдың. Арман, сенің тағдырыңның бұлай болуына мен де кінәлімін. Бірақ өткен өтті ғой. Болашақта сен екеуіңнің бақытты болуларың үшін барымды саламын. Мама, кетейікші. Арман, мен жеткізіп салайын. Жоқ, рахмет. Біз өзіміз. О, жаратқан. Бұл менің өңім бәлді түсінбе. Жоқ, Арман, бұл сенің өңің. Енді сен миллионерсің, бізден аулақ жүр. Жаным сол, құрысын бәрі. Менің байлығымда, бақытымда сенсің. Иә. Мұна қыз не дейді? Кәне бергеш өзі. Мынау бәлі естіген. Қалай бүйтіп жұлқылауға болмайды енді. Ойбай, не болып қапты соншама? Сен әлі айтпағансың ба? Ай, айтсаңдаршы енді. Айтамыз. Неге айтпаймыз? Құдай қаласа, Құдай аманшылығын берсе, менің құлыным жақында әке болады. Әке? Иә. Жаным рас па? Әрине рас, сен жақында әке боласың. Жаным сол. Міне менің байлығым, міне менің бақытым. Кештім, мен сен өмір бойы алақандай аламын. Өмір осы жақындар алыстағы, жақыныңда болады алыстауы. Не жетеді пендеге адалдықпен, көңіліңді кірлетпей табысқаны. Бұл бәледе қашандай өмір қымбат, адамдық сенім қымбат. Байлығыңда дүние бәрінен де көңіл қымбат, көңіл қымбат. Жақсы жандар жүректі қаладаны, достарыңда шығады-ау сараланы. Суығына-ау даланың жаурамайсың, салқын сөзге толасың шара.
Ай, өмір қымбат, өмір қымбат.